баға биыл едәуір өсу жоспарланған. 90% мысалы экспорт табысы мұнайдан табады. Ол жолдан қалай шығамыз? Олардың мұнай бағасына тікелей байланысты. Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгін біз кезекті подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз мұнай саласы, саладағы проблемалар, перспективалар және оның шешу жолдары. Бүгін студиямызда қонақта Абзал Нарымбетов, тәуелсіз сарапшы және Energy Analytics каналының авторы. Қош келдіңіз, Абзал мырза. Қош көрдік. Жалпы мұнай саласы туралы әңгімені бастамас бұрын кешегі кеңейтілген отырыстан бір негізгі бірнеше тақырып шықты. Ол әсіресе бизнеске тікелей қатысты болды. Оның ішінде жаңағы қосымша құн салығын арттыру мәселесі, одан кейін сол туралы жалпы бір пікіріңізді біле кетсек. Жалпы енді қазір актуальны ғой, қосымша құн салығын көтеру және оның айналымын 78 миллионнан 15 миллионға түсіру ұсынысы. Біз өзіміз соңғы 30 жылда мұнайға қатты тәуелді елдердің біріміз. Мұнай саласы, мысалы біздің 60% экспорттық жаңағы табысымыз алып келеді. Бюджетіміздің 40-50% мұнайдан келген табыстан құралады. Және біздің 20 қазіргі пайыз ішкі өнім мұнай саласынан келеді. Мұнай газ. Енді соны шетел елдерінің мысалымен Қазақстанда қазір әртараптандыру стратегиясы, жоспары бар. Басқа салаларды дамыту. Кезінде Голландияда сондай бір ауру болған. 1978 жылы Голландияда үлкен бір газ кен орны шығады. Сол газ кен орнынан байланысты агро, егіншіліктен, ауыл шаруашылықтан, өндірістен адамдар мұнай газ саласына ауып кетеді. Көптеген маман ауып кетеді. Сосын мұнай газ саласында айлық та көбейіп кетеді, адамдар да көбейіп кетеді. Соны байқаған мемлекет белгілі бір саясат қолдана бастайды, тепе-теңдікті сақтау үшін. Себебі ауыл шаруашылығы азайса, өндіріс азайса, мұнайға тәуелділік болса, сырттан импорт көбейіп кетеді. Өзінің шығаратын өнімі азайып кетеді. Сондықтан Қазақстанда қазір сондай бір саясат жүріп жатыр, кіші орта бизнесті көп дамыту. Өйткені біздің мұнайымыз бір күні бітеді, газымыз да бітеді негізі. Сол мысалы Дубай қаласы да, Эмираттағы. Неге олар жаңағы зәулім үйлер салып жатыр? Неге олар туризмді көп тартып жатыр? Себебі олар да біледі мұнайдың азаятын. Я бағасы түседі мұнайдың, я өнімі түседі, я бірге болады. Сол уақытқа дайындалу үшін әртараптандыру, өзінің елін туризмді дамыту. Сол секілді Қазақстанда да сол бағытты ұстанды. Сол бағытта мысалы соңғы 5 жылда кіші орта кәсіпке мораторий жариялады. Жаңа қосымша құн және салықтың құн салығын оны көтерді айналым. Бірақ қазір естігеніміз керісінше бір саясат қайтадан келіп жатқан секілді, ол бақылауға алу. Себебі кіші бизнес, мысалы 1,5 миллион адам бар, 1,4 миллион адам бар. Сол кіші бизнестің 300 мың адамын қосымша құн салығын төлетуге өткізу мақсаты. Бірақ 78 миллионнан сіз 15 миллионға түсіретін болсаңыз, ол бір жылдық енді айналым ғой. Ойлаңызшы, 15 миллион ол айына 1 миллионның жобасы. 1 миллион қазір кәсіпкер, базарда отырған кәсіпкер, ол күніне 1 миллион айналым жасау мүмкін да. Ол жердегі пайдасы қанша? Оның 10%, 20% ары кетсе, тауарлар болатын болса. Сіз ол кәсіпкерлерді неге жәбірлейсіз, неге итермелейсіз? Безналға өтуге мәжбүрлейсіз. Безнал деген қазір енді біз белгілі уақытта налға өтуге деген ғой. Қазір белгілі уақытта біз 90% неге өтсек, безналға өтсек, оны қайтадан керісінше бір саясат жүру мүмкін да. Сосын теневой жәндегі экономика дейді ғой, ол көбеюі мүмкін. Сондықтан бұл саясат, мысалы білмеймін енді қандай мақсатта жасалса, салықтың азаюы, бюджет дефицитін көбею дейді негізі. Оған келсем, бірақ әртараптандыру, кіші орта бизнестің осы күнде айыққа тұрып, енді дамып келе жатқан кезде, оны және өлдіріп алмау керек деп ойлаймын да. Өсіп, енді өніп келе жатқан кезде. Менің үлкен дамыған елдерде кіші орта кәсіп, ол экономиканың 50%-дан көбін құрайды. Қатты дамыған елдер 78-80%-ын құрайды. Бізде тек қана Алматы, Астанада бәлкім 50%-дан көтерілді кіші орта кәсіп. Басқа өңірлерде кіші орта кәсіп енді дамып келе жатыр. Оны белгілі бір 50%-ға дейін бүкіл Қазақстан бойынша келген кезде ғана менің ойымша белгілі бір жаңағы бақылау нелерін ала аласыз. Менің ойымша әлі ерте деп ойлаймын. Біраз асығыстық танытпаған дұрыс. Жаңағы дәнді салдыңыз, енді шыбық өсіп келе жатыр. Ағаш болсын, жеміс берсін,
сосын жемісін алуға дайын боласыз. Ойым сол менің. Жақсы, рахмет. Енді негізгі ойыңыз ерте, әлі бизнес қоғам болған дайын емес. Дайын емес. Мына дәл осы ұсыныстарға 15%, 15 миллион 20% деңгейі. Иә. Жақсы, рахмет. Жалпы мұнай саласының сарапшысы ретінде сізді жақсы танимыз. Бүгінгі мұнай саласындағы трендтер жалпы Қазақстанға қалай әсер етіп жатыр? Соңғы Америкадағы өзгерістер көп әңгімеге арқау болды. Жалпы сол жаһандық өзгерістер бізге қалай әсер етеді? Содан бастасақ. Енді айта кететін болсақ, біз 30 жыл бойы мұнай саласы біздің экономикамызға едәуір әсері болды. Біз әлі қатты тәуелдіміз. Мұнай бағасы бізге тікелей әсер етеді. Мұнай өнімі бізге әсер етеді, және мұнай бағасы. Неғұрлым мұнайды көп шығарсақ, және мұнайдың бағасы қатты жоғары болса. Бірақ біз 23 жылы мұнайдың бағасы 24 жылы 23 жылға салыстырғанда мұнай бағасы төмен түсті. 23 жылы 22-ге қарағанда төмен түсті. Сондықтан бізде дефицит көбейіп жатыр бюджетте. Біз белгілі бір дәрежеде мұнай бағасын қоямыз бюджетке, мұнай өнім қоямыз. Мұнай өнімі орындалып жатыр, бірақ мұнай бағасы орындалмай жатыр. Сондықтан біз қалаған табыс көрмеген үшін ұлттық қордан немесе басқа да қарызды бюджетті жабу үшін не алып жатыр, және қолданып жатыр. Енді қазір жаңа не келді, әкімшілік келді. Америкада енді дүниежүзі баршаның назарындағы мәселе. Америка қандай осы келесі 4 жылда саясат жүргізеді, соған байланысты көптеген кәсіп өзгереді, саясат өзгереді. Енді Трамп мырза келді, ол кісінің енді келген кезде $40 төмен түсірем деген жаңағы өзінің несі бар, ұраны бар. Біз көп ұңғыма қазамыз, көп мұнай шығарамыз, сөйтіп біз бағаны төмен түсіреміз деген. Ол әңгіменің бір жағы. Трамп мырза бірінші президент емес. 2016-2020-да президент болған, енді қайталау бойынша қазір 2025 тағы да 4 жыл президент болу жоспарында. 2016-2020-да ол келген кезде де мұнай бағасын түсіру негізі өзінің ұраны болған. Жасай алды ма ол кезде? 2016-дан 2020 пандемияда алып тастайтын болсақ, ол енді басқа себеп. 2016-дан 19-ға негізі мұнай бағасы белгілі бір жерде ұстап тұрды. Оған қарамастан шамалы көтеріліп тұрды жылдан жылға. Сондықтан ол айту бір, бірақ нарықтың өзінің несі бар, заңы бар. Қазір нарықтың заңы қандай? Америкада 13 миллионнан аса күніне баррель мұнай өндіреді. Оның 70%-ы жаңа біз сланцевый дейміз ғой. Қазақша аудару әртүрлі болады негізі. Саз дейді, анау жаңа басқа да, бірақ сланцевый мұнай ол 70%-ын құрайды. Сланцевый мұнай 70% оның шығару бағасы $60 төмен емес. Сонда сіз $40 төмен түсіру арқылы өз өнеркәсібіңізге соққы жасаған боласыз. Өздері кері жұмыс істемейді. Америка оған бара қойады деп ойламаймын. Себебі ол жерде миллиондаған адам жұмыс істейді. Мыңдаған кәсіпорын бар, 10 мыңдаған мердігер бар. Сондықтан Американың өзіне мұнай бағасын кемінде $60 төмен ұстамауға тиімді. Сондықтан нарықтың өзінің заңы бар, және Американың өзінің қалауы бар. Ол төмен түседі деп ойламаймын. Екінші мәселе OPEC плюс деген ұйым бар. OPEC плюс 2016-тан бері жұмыс істеп келе жатқан ұйым. Ол мұнай бағасын ұстап тұру үшін өнімді төмен түсіріп тұру. Себебі сіз ұсынысты азайтсаңыз, сұраныс көп болса, баға көтеріледі. 2014-те керісінше болды. Ұсыныс көп болды, сұраныс аз болды, 2014-15-те төмен түсті. Оны екі рет біз девальвация болу арқылы сездік бәріміз. Содан бері 2016 жылы OPEC плюс деген ұйым құрылды да, сол бағаны ұстап тұру мақсатында 2020-дан алып тастайтын болсақ, баға жалпы $60-70 төмен түсе қойған жоқ. 2020-да енді пандемия үшін $40 орташа бағасы төмен түсті. Енді OPEC плюс мысалы Сауд Арабиясы қазір 9 миллион баррель күніне шығарады мұнай. Қаласы 13 миллионды шығаралады негізі. Оларда жеткілікті. Американың қазіргі күнде былай өсіп жатқан мұнайын олар бір күнде өсіре алады 13 миллионға. Бірақ оны істемейді. Неге? Оны істейтін болса баға төмен түсіп кетеді. Сауд Арабияның өзіне тиімсіз. Үлкен жобаларға қазір атсалып жатыр. Неом деген жарты триллиондық жобасы бар. Одан кейін басқа да жаңа спорт, маркетинг, FIFA өтседі. Сондықтан Сауд Арабия үшін мұны ақшаның бюджетке аз келуі тиімсіз. Көп қарыз алып жатыр. Эмират елі. Ол елде кемінде жарты миллион баррель күнде мұнайды қосымша шығарылады негізі. Бірақ сол OPEC плюстың қабылдаған ортақ шешіміне олар да бойын ұсынып отыр. Неге? Бағаны ұстап тұру мақсатында. Қазақстанда сол ұйымның ішінде,
Сондықтан бұл жерде бағаның төмен түсуі тек қана мұнай тұтынушы елдерге ғана тиімді болуы мүмкін. Ол Қытай, ол Индия елдері. Енді Қытайдың өзі қазір жарты мұнайының көбісі өзі шығарып жатыр. Сондықтан Қытайдың өзіне де тиімсіз негізі мұнайды. Себебі Қытай бізде жұмыс істейді, Африка елдерінде жұмыс істейді. Ол жақта өзінің құндылығы бар да мұнай шығару. Жұмыскерлердің несі құндылығы бар. Сондықтан мен өз ойым, қазіргі мұнай бағасы $70 барреліне плюс-минус 60-80 арасында ойнап тұрады деген ойдамын. Ал Қазақстанның бюджетіне 75 қойылды мұнай бағасы баррель. Қазір сол 75-тің айналасында негізі мұнай бағасы. Бірақ мен өз ойым негізі біз көп баға қоймаған дұрыс деп ойлаймын бюджетке. Себебі біз бұны сабағын көріп келе жатырмыз. 2023-те, 2024-те мұнай бағасын көп қойып, кейін мұнай бағасы аз болып қалған кезде бюджет дефицитке ұшырайды. Себебі табыс. Сондықтан әрқашанда мұнайдың төмен баға қойып, егер жоғары болып жатса, оны қосымша ұлттық қорға жіберген дұрыс деп ойлаймын да. Сол кезде біз өзіміздің шамамызға қарай бюджетті жоспарлаймыз. Посредством же дейді орысша айтқанда. Мынау ОПЕК плюстегі біздің үлесіміз туралы ақпарат бар ма? Жалпы мұнай өндірісіндегі оны қалай есептеген дұрыс? ОПЕК плюстегі үлесіміз деп есептеген жоқ па? Немесе әлемдік нарықтағы үлесіміз деп есептеген дұрыс па? Әлде екеуі екі түрлі нәрсе ме? Негізі ОПЕК плюс әлемдік нарыққа қарайды. Әлемдік нарықта сұраныс пен ұсынысты бақылап отырады. Мониторинг дейді. Сол жердегі мұнай жетіспей жатса, сол мұнайды жетіспеуді ОПЕК плюс елдердің арасында бөліседі. Бірақ әркімнің өзінің шығаратын өнімнің үлесіне байланысты. Мысалы, Сауд Арабия 9 миллион баррель шығаратын болса, 10 миллион баррель, Қазақстан 2 миллион баррель шығарады. Сондықтан Сауд Арабия бізден 5 есе көп болған үшін, ол көбірек шығаруға, көбейтуге немесе көбірек азайтуға мүдделі, тиісті. Қазақстанда сондай. Біз оның арасында біздің үлесіміз қатты көп емес негізі. Бірақ біз ОПЕК плюстің ішіне кірген үшін біз орындауымыз керек. Мұнайды өндіру бір мәселе, одан кейін оны тасымалдау мәселесі бар, иә? Қазір Қазақстаннан мұнай тасымалдау қандай жолдармен жүріп жатыр? Одан кейін Ресей арқылы жол бар. Сол Ресейге салынған санкциялар бізге кері әсер ете ме, немесе қаншалықты кері әсер етеді деген сұрақ туындайды. Қазақстан жалпы 70% мұнайын экспортқа шығарады. Біз экспорттан табыс көбірек табамыз. Ішкі 30%-ын ішкі нарыққа жөнелтеді, 30%-ын солай біз өзіміздің күнделікті жанар жағармайымызды қамтамасыз етіп отырмыз. 70% мұнай кетеді. Жалпы сол мұнайдың 95%-ы Ресей арқылы кетеді. Екі үлкен құбыр бар, Ресей арқылы кететін. Ең үлкен КТК деген және Каспий транспорттық құбыры. КТК дейді. Атырау қаласы Новосибирск қаласына дейін құбыр, мұнай құбыры. Қара теңіз бойындағы қала, одан ары қарай Қара теңізден дүниежүзілік нарыққа жөнелтетін бағыт. Ол 100% экспорт деп есептейтін болсақ, 80% сол бағытпен кетеді. 15% ол Атыраудан Самара деген мұнай құбыры бар, жоғары қарай кететін. Ол Самара қаласына жөнелтетін, ол 15% мұнайымыз сол бағыт арқылы жөнелтіледі. Самарадан ары қарай Еуропаға, немесе Балтық теңізінен ары қарай дүниежүзі нарығына кетеді. Одан қалса 3% біздің Ақтау қаласы арқылы жөнелтіледі. Ақтаудан танкерлер арқылы Бакуге немесе Махачкала қаласына, 2% Қытайға жөнелтіледі. Ол Атасу Алашонкой деген біздің Қытай-Қазақстан құбыры бар, мұнай сол арқылы кетеді. Енді келетін болсаңыз, бәлкім бұл келесі сұрақ болар, бірақ неге біз осылай 95% мұнайымызды Ресей арқылы жөнелтуге мәжбүрміз? Енді ол 2022-ден бұрын бәлкім қатты сұрай қоймаған сұрақтардың бірі болар. Себебі біз білген жоқпыз, геосаяси мәселелер қазір бұлай шиеленісіп кетеді екен. Бірақ Ресей арқылы арзан. Арзан деген кезде 2-3 теңге доллар мәселесі емес, арзан 2-3 есе арзан. КТК, мысалы, Каспий және Атыраудан Новосибирскке кететін мұнай құбыры $38 тоннасына мұнайды жөнелтеді. Ал егер сіз осы мұнайды Ақтау арқылы жөнелтетін болсаңыз, сіздің өзіндік құныңыз $100 асып кетеді. $100 тоннасына. Қытай бағыты да қымбат. Қымбат дегенде ол бағытта $60 дейін, $70 дейін баруы мүмкін. $90 дейін баруы мүмкін. Атырау-Самара бағыты бар. Ол жаңағы КТК-дан кейінгі қымбатырақ бағыт негізі. Сол үшін де 15%, Сол үшін ол 15%. Демек, Қытайға кетіп жатқан мұнай үлесі тіпті аз екен ғой? Қытайға кететін бағыт, ол біріншіден ол жаққа кететін бағыттың өзінің құны жоғары. Екіншіден, Қытай ұзақ маршрут ретінде.
ол жерде несі жетпейді, біздің мұнай құбырының мұнайдың бірінші өнімі жетпейді, екіншіден оның күші жетпейді. Күші жетпейді, да? Бағана болжам айтып кеттіңіз басында, Қазақстанда мұнайда газда үнемі бола бермейді деген сияқты. Нақты бір сандар бар ма, мысалы мына жылға дейін деген сияқты? Енді бізде қазір 90 жылдары 20 миллион, 90 жылдары тәуелсіздік алғанымыздан бері 20 миллион тонна жылына шығарсақ, қазір 90 миллион тоннаға жеткіздік. 90 миллионнан жеткіздік. Енді 1-2 жыл жуырасына 100 миллион тоннаға жеткізу жоспарда. Біз 5 есе 30 жылда 5 есе мұнайды көбейтуге шама жетті ел ретінде. Бұл мұнай. Бірақ келешек қалай болады? Алаңдататын сұрақ сол. Енді келешек бағытына қарайтын болсақ, 2030-дан бастап 100 миллионнан төмен түсу жоспарлануда. Себебі жаңа кен орындарында инвестиция құйылмай жатыр. Жаңа кен орындары ашылмай жатыр. Мұнайды өзі ол белгілі бір шектеулі ресурс. Ол қазір мысалы мұнай қорымыз белгілі уақытта бітеді. Біз 30 миллиард баррель мұнайымыз бар дейміз. Ол шамамен 4 миллион миллиард тонна. 2007-тен бері өзгермеген статистика. Біз 2007-тен бері 10 миллиард баррель мұнай шығарып қойдық негізі. Сонда біз негізі 30 миллиард баррель мұнай бәлкім жоқ бізде. Енді 20 миллиард қалды. Біз жылына 700 миллион баррель мұнай шығарамыз. Енді бұлай есептейтін болсақ, демек біздің мұнайымыз бір 15-20 жылға қалды деген сөз. Мұнай бітуде емес мәселе. Мұнайдың азайды деген кезде ол бюджетке аз табыс келеді деген сөз. Біз мұнайды әрқашанда көтеріп отқан елміз. Енді осы тоқтап тоқырауға төмен түсетін болса, сол кезде біздің экономикамыз қиыншылыққа ұшырайды. Мен ойымша, мұнайдың тек өнімі немесе аз бар болу жоқ болу емес, әлемдік қолданысында да мәселе бар ғой. Иә. Егер мұнайымыз әлі тағы да осынша мұнай бар болсын, бірақ егер әлем электрокарларға немесе басқа альтернативті энергия көздеріне өтіп кетсе, ол мұнайдың қанша жерден құны арзан болғанымен өтпесе, бюджетке ол жолмен де ақша түспейді деп тұр ғой. Енді сұранысқа байланысты. Мысалы, біріншіден 2024 жылы Қытайда мұнай дәстүрлі автокөліктерге тұтыну тоқтады. Ол не деген сөз? Және көліктер, электрокарлардың тұтынуы көбеюде. Ол Қытайдағы тренд бүкіл дүниежүзіне тарайды. Дүниедегі ең үлкен тұтынушы мұнайды Қытай. Енді ойлаңыз, мұнайды ең үлкен тұтынатын Қытай елінде дәстүрлі көліктердің мұнайды қолдануы тоқтады, бұдан ары қарай төмен түседі деген сөз, ол сигнал. Жалпы дүние жүзінде мұнайдың 1/3 бөлігі ол автокөліктерге кетеді. 1/3 бөлігі ол жаңағы мұнай химиясына кетеді. Мысалы, күнделікті біздің жәндегі пластиканың түрі бар, бояу бар. Жалпы біздің 90% химияны мұнайдан шығады. Сондықтан бұл сала дамый береді. Тағы 1/3? Тағы да 1/3 ол авиакеросин дейді. Осы күнге дейін 1/1 ұшақ немен жүрмей, тоқпен ұшпаған негізі. Енді осыны қарайтын болсақ, егер 3-ке бөлетін болсақ, мұндағы дәстүрлі автокөліктердің бензин қолданатын дизель құны ол азая береді. Бірақ бұның орнын мұнай химиясы толтыра береді. Себебі біздің қазіргі қолданыстағы пластика ол азайып жатқан жоқ. Ол өсе береді. Ол керісінше көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр. Қазір терезенің өзінде пластика, шыны, кофе ішеміз, пластика, бәрі пластика қазір. Ол жағы азаюды жаба береді. Сол көлік өндірісінің өзінде де пластик қазір көбейіп кетті ғой. Көліктің өзі 70% пластикадан құралады негізі. Сондықтан ол салада азаю қоймады. Бірақ бізге сигнал, ол не деген сөз? Бұл 3 сала негізі өсіп келді. Енді бір сала төмен түсіп жатыр, екіншісі оны жауып жатыр. Мұнай химиясы, пластика азаяды деген кезде, сол кезде мұнайдың сұранысы да азаяды деген сөз. Бірақ оған дайын болу керек. Себебі, сондықтан мен әрқашан айтамын, мұнайды қазір өндіру керек. Себебі біз 10 жылдан кейін барып білмейміз не болады екен. Жаңа бір энергия көзі табылса, онда тез өтіп кетсе, мұнай керек емес бұл. Мысалы, осыдан 5-10 жыл бұрын кім білді? Қазақстанда әрбір 2 көліктің бірі, мысалы, электрокар болады екен. Ал енді ойлай беріңіз, оның бәрі тоққа өтетін болса, шынайы болып шықты. Тіпті сол мәселені өте жақтырмайтын, Қытай көлігін жақтырмайтын, әсіресе немесе электрокарды жақтырмайтындардың барлығы қазір ештеңе болмағандай өтіп кетті. Ол керемет екен, жақсы екен, ыңғайлы екен. Ең қызығы, ол еще тиімді болып шықты ғой.
тиімді болып шықты. Бензинге жылына мысалы 100 мың кетірсең, электрокарға 20-30 мың теңгенің несінде Теслаларында расходы тіпті арзан болып Одан да шықты. аз, одан да аз. Сондықтан Енді ойлаңыз, бензиннің бағасы одан сайын қымбаттаса, тездеп өтетін сияқты. одан да тез өтіп кетеміз. Жаңа біз тасымал туралы айттық, сол кезде мынандай мәселе туындайды. Бізде Ресеймен бағыт ең арзан дедік, алайда бізде басқа альтернатива бар ма қазір таңда? Енді біз 70% деген мұнайымыз, мысалы 90 миллион, және 70 миллион тонна мұнайымыз сыртқа жөнелтеміз, 70 миллион тонна. Соның 60 миллион тоннасына жуығы КТК-мен кетеді. 10 миллион тоннасы Атырау Самара арқылы кетеді. 56 миллион тонна КТК, 10 миллион тоннасы Атырау Самара, қалған 1,5 миллион тоннасы Ақтау арқылы, 1 миллион тоннасы Қытайға кетеді. Ақтау бағытында негізі 5-6 миллион тоннаға дейін көтеруге болады. Жоспар өткенде елбасы қазір айтқандай 20 миллион тоннаға өсіру жоспарда. Мен ойымша ол алдын ала рискті алу. Геосаяси мәселе шиеленісіп кеткен жағдайда біз Ресейден жөнелтілмасақ, бізде альтернатива болу керек, баламалы жол. Ол сол Ақтауға ставканы қоюында. Бірақ ол 20 миллион тонна жеткізу үшін бір қаражат қою керек болады. Инфраструктураны соған дайындау керек болады. Сондықтан қазіргі таңда альтернатива негізі бізде жоқ. Бүкіл мұнайымызды басқа бағытқа жіберуге. Частично дейді ғой, белгілі бөлігін ғана біз Ақтау арқылы жібере аламыз, белгілі бөлігін Қытайға жібере аламыз. Қытайда қазір 1 миллион тонна жіберіп жатырмыз. Оны 10 миллион тоннаға көтеруге болады. Ақтауды 1,5 миллион тоннадан 5-6 миллион тоннаға көтеруге болады. Ал қалған үлкен жаңағы көлемі, енді Құдай сақтасын, егер тоқтап қалса, ол мұнайды біз сақтап шығара алмайтын жағдайға жетеміз. Ондай жағдайда өндіріс тоқтайды, азаяды, қысқарады, адамдар жұмыссыз қалады. Тоқтатуға мәжбүр болады. Енді ол уақытқа да байланысты. Қанша уақытқа, мысалы бізде 2022-де 3-4 рет КТК мұнай құбыры тоқтаған кезде ол ұзаққа созылған жоқ. Соның өзі ауыр ұзақ соққы берді бюджетке де жалпы. Бірақ ұзақ кететін болса, ол біраз қатты бізге әсер етеді негізі. Біраз емес, қатты әсер етеді. Сол мұнай өнімдерін біз шикізат ретінде жібереміз, жөнелтеміз шикізат ретінде. Ол барған бағытта ол қосымша өндіріске енеді. Одан жаңағыдай пластик шығарады, бензин шығарады, дизель ары қарай кете береді, авиакеросин. Ал біздің потенциалымыз, мүмкіндігіміз бар ма, егер осы өндірісті елдің ішінде шоғырландырсақ? Жаңағы сыртқы экспорттан, тәуелділіктен арыла аламыз ба? Былай деп айтқан дұрыс, мұнай үшке бөлінеді негізі өнімі. Ол бірінші шикізат ретінде шыққан, екіншісі мұнай өнімі, ол бензин, керосин, дизель, үшіншісі ол мұнай химиясы. Құндылығы неғұрлым біз соңғы тауарды шығаруға бейімделсек. Біз әзірше шикізат сататын еліміз. Енді бұрыннан бері жоспар бар, төртінші мұнай өнім заводын шығару. Ол екінші біз этаптың өзін әлі дұрыс жасаған жоқпыз. Себебі біз қазір белгілі бір дәрежеде мұнай өнімдерін импорттаймыз Ресей елінен. Мысалы авиакеросин әлі жартысын сырттан аламыз. Дизель отын және де егіншілік басталған кезде аламыз, тапшы бізде. Сонда біздің 3 мұнай зауыты қанша модернизация өтсе де, қанша жаңарту қаражат құрылса да, әлі біздің ішкі нарығымызды толықтай қамтамасыз ете алмай отыр. Төртінші мұнай өнім зауытын салу, ол 90 жылдан бері келе жатқан әңгіме. 90 жылдары Мақмастау және облысына салынады деді. Одан кейін басқа жерлерде. Қазір ол әңгіме қайтадан қозғалуда, төртінші мұнай зауыты бізге керек деген. Өз ойым әлде кеш емес. Себебі біз мұнайды шикізат ретінде сыртқа жөнелткенше, ішкі мұнай төртінші зауытын салып, өзімізді қамтамасыз етіп, көрші елдерге сатуымыз керек. Біз негізі бұны бизнеске айналдыруымыз керек. Шикізатты, мысалы, мұнайды $70 барреліне сатқанша, оны өңдеп $100 барреліне сатайық. Мысалы деген ғой. Себебі Индия дүниедегі ең үлкен мұнай өнімін сататын елдердің бірі. Индия өзі мұнай шығармаса да, сырттан келген Ресей болсын, басқа елдерден келген мұнайды өзіне алады да, өнім ретінде Европа қайтадан жөнелтеді. Бизнес па? Бизнес. Енді төртінші мұнай зауытын осыны кейін тежеп отқан ол баға мәселесі. Себебі біздің ішкі нарықта баға бақылауда. Ішкі нарықта мұнай бағасы 2 есе кемінде төмен. Себебі біз егер қазір оны көтеретін болсақ, біздің қалтамызға ауыр тиеді. Сол үшін мұнай зауыты ол тікелей бензин және дизель немесе керосин бағасының көтеруіне байланысып отыр. Ол болмаса, ол өзін ақтамайды.
ол құйылған қаражат ол белгілі бір құн талап етеді ғой мұнай зауыты. Сондықтан қазір бензин жалпы мұнай өнімдер бағасын көтеру жоспарлануда. Сол көтеру арқылы төртінші мұнай зауыты бәлкім өз құнын ақтайды, солай ары қарай біз оны жасай аламыз деген. Мен өз ойым, негізі біздің 3 кен орнымыз бар. Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған. Бұл біздің 70% бүкіл өнімді құрайды. Ол өсе береді. Себебі басқа кен орнында мұнай төмен түсіп жатыр. Енді бұл 3 кен орны 100% өзін экспортқа шығаруға құқылы, өзінің келісім бойынша. Олар 1% болсын ішкі нарыққа мұнай жөнелтпейді. Неге? Тиімсіз. Бірақ төртінші мұнай зауыты болатын болса, біз оларға мүмкіншілік берсек, және ол өнімді сыртқа экспорттауға мүмкіншілік берсек, олар ішкі төртінші мұнай зауытын жібереді. Сөйтіп Қытайға сатады. Неге ол болмасқа? Бұл экономика бәрі. Сондықтан біз шамалы сондай бір қадам алға ойлауымыз керек деп ойлаймын. Жаңа ескі құрған 1925-тен келе жатқан мысалы Атырау зауыты болсын, және 48-ден бері Шымкент, Павлодар болсын, немесе жәндегі Шымкент, олар ескірген зауыттар. Қазіргі мұнай өнім зауыттары аз жәндегі зиянды улы газдар шығарады, өнімді өте сапалы шығарады. Сондай бізге бір зауыт негізі бұрыннан керек еді, әлі кеш емес деп ойлаймын. Сондықтан бірақ енді сол зауыттарда қазіргі құны қандай, біздің мұнай өндірісінің құны қандай сол зауыттарға беріліп жатқан? Ол және процессинг дейді, жәндегі мұнайды өнімнің әр 3 зауытта 3 түрлі баға. Себебі әр зауыттың өзінің қарызы бар. Ал себестоимость қандай бізде мұнайдың жалпы? Енді әр жерде әртүрлі шығар. Бір орта мұнай жалпы шығару, ұңғымадан шығарып, ол негізі осыдан 5 жыл бұрынғы ақпарат, қазіргі ақпаратты білмеймін. Мысалы біз былай айтамыз ғой, неліктен Дубай, неліктен арабтарда керемет жағдай жасалған, өйткені оларда мұнай өндіру құны өте төмен деген пікір бар. Ал біздегі өндірістің бастапқы құнының өзі өте жоғары деген пікір бар. Сол қаншалықты рас, және біздегі? Енді мен 5 жыл бұрынғы ақпарат айтайын. Жаңа ақпарат, енді сонымен жобалай инфляцияны қоссақ болады. Дүниеде ең арзан мұнай негізі Сауд Арабиясында шығады. Оларда құрлықта $10 жобамен $10 барреліне мұнай шығады. Одан жоғары бүкіл табысы ол табысқа кетеді. Мысалы $70 қазір мұнайдың бағасы болса, құндылығы $10 кетеді, $60 өздеріне пайда ретінде қалады. Сондықтан Сауди Арамко, сол Сауд Арабияның ұлттық компаниясы дүниедегі ең көп пайда табатын компанияның бірі. Мысалы 2023 жылы олар $112 миллиард таза пайда көрді. Ал біздің Қазмұнайгаз болса 2 миллиард пайда көрді. Айырмашылық жермен көктей. Әрине олар енді мұнай бізден айырмашылық 110 миллиард. Әрине ол Қазмұнайгаз салыстырған кезде жаңағы мұнайды көп шығарады. Бірақ табысы да көп табады. Олар теңізде шығаратын мұнай шамалы қымбатырақ, бірақ соның өзі $20 болатын барреліне. Сол 5 жыл бұрынғы ақпаратпен Қазақстанда мұнай $40 болатын барреліне, құрлықта шығару, теңізде $50 болатын. 50. Енді мен өз ойым, қазір енді инфляция қосатын болсақ, бәлкім бізде $50 шықты. Қазір құрлықтағы мұнай шығару бағасы, ал теңізде бәлкім $60 шықты. Сондықтан бізге $60 төмен мұнай бағасы болу нарықта тиімсіз. Себебі біз өзіндік құнынан төмен сатамыз. Неге өзіндік құнды қымбат? Себебі біздің инфраструктура ескірген. Адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету керек. Мысалы біз Америка Құрама Штаты елдер секілді мұнай өнімі төмен түссе, адамдарды сонша төмен түсіретіндей ондай бізде не жоқ. Біз белгілі бір дәрежеде қоғамдық және социальный жағын қамтамасыз ететін еліміз. Біз жұмыстан шығара салатын ел емеспіз. Сондықтан мысалы Америкада мұнай болса адам бар, мұнай жоқ болса, адам жоқ, олар бір күнде ғана сатылады. Сондай бір не? Олар ойын ережесі сондай. Олар ойын ережесі сондай. Бірақ біздің елде мысалы ондай емес. Мысалы Жаңаөзенде мысалы 10 мың адам жұмыс істейді. Қазмұнайгаздың 50 мың адамының 10 мыңы Жаңаөзенде жұмыс істейді. Бірақ мұнайдың жаңағы үлес ретінде бәлкім 20% ол жерден келмейді. Бірақ адамдар сол жерде жұмыс қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік мәселе бар. Ол тікелей. Тағы мердігер ретінде тағы 10 мың адамды ұстап тұру. Ол да олардың мойнында. Сонда 20 мың адамды қазір қамтамасыз етіп отыр жұмыспен. Бір ұлттық компания. Яғни бір ұлттық компания коммерциялық тұрғыдан жұмыс істей ме, әлде ол және социальный және қоғамдық нелерді шеше ме? Ол жерде мәселе табыс немесе мұнай өндіру емес, уже былайша айтқанда сол жердегі елді мекендегі азаматтар жұмыспен қамту приоритетке қойылған сияқты. Бірақ енді ол қай жерге дейін барады? Енді белгілі дәрежеде егер мұнай компаниясы тек қана сонымен енді мақсатты белгілеп алған дұрыс қой. Сіздің сіз табыс табу ма мақсатыңыз, әлде қамтамасыз ету ма? Қамтамасыз ететін болса, онда бір компания болу керек та бөлек. Ол табыс табатын компания. Себебі бүкіл елде компаниялардың бәрі қоғамдық жұмыспен айналысып кетсе, кім табыс табады? Экономика қалай жұмыс істейді?
сол сұрақ. Жаңағы үш компаниямыз қашаған, солар Негізі табысқа Қазмұнайгаздың бағытталған ғой. табысы 2 миллиард доллар дейміз ғой. Сол негізі осы үш компаниядан келіп отыр ғой. Ол үш компаниядан келіп, жаңа өзен тағы да басқа өзінің компанияларын зияндарын осы үш компания арқылы жауып отыр. Негізі әлеуметтік мәселе туралы айта кеттіңіз ғой. Бастапқыдағы мұнай бағасын іште тежеу, одан бензин бағасын іштей тежеу, мынау соңғы ондаған жылдар бойы келе жатқан саясаттың бір кері әсерін көріп жатқандай сезіледі. Себебі жылдар бойы бағаны ұстау ол саланы дамытпаған. Енді дүние жүзінен қарайтын болсақ, мұнай қоры ең үлкен қандай елде ойлайсыз? Ең көп? Арабтар ғой енді. Жоқ. ақш па екен? Венесуэла бірінші орында, одан кейін Сауд Арабия. Енді қараңыз, Венесуэла осы күнге дейін мұнай бағасын, дүниеде ең арзан бензин қай елде ойлайсыз? Венесуэлада. Қандай жерге жетті де, өзінің халге жетті? Бүкіл халқын мақсаты жаңағы популистический жендегі президенттер келді, бағаны қатты төмен ұстап тұру мақсатында болды, бәрін жұмыспен қамтамасыз болды. Айналып келген кезде бүкіл инвесторлар қашып кетті. Дүние жүзінің ең кедей елінің ішінде қазір. Тиімсіз болып шықты ғой. Тиімсіз болып, себебі экономика олай жұмыс істемейді ғой. Өте жақсы мысал екен. Екінші мысал айтайық. Газ қоры бойынша 4-ші орын қай елде ойлайсыз дүниеде? 4-ші орын. 1-ші орын Ресей, 2-ші орын Катар, 3-ші орын Австралия, 4-ші орын қайсыда ойлайсыз? Қазақстан. Жоқ. Өзбекстан шығар. Түркменстан дүние жүзінде. Түркменстанда жағдай. Енді жағдайын білесіз. Соңғы ең кедей 10 елдің ішіне кіреді. Ол жерде бәрі тежеледі. Ең арзан газ қай жерде? Түркменстанда. Енді себебі әлеуметтік бағытқа көп назар аударады. Назар аударады, ол сізді елді дамытпайды. Енді Эмиратта бензин бағасы қанша деп ойлайсыз? Әлемдік нарықпен бірдей болып тұр ғой. Екі есе біздің бағадан кемінде жоғары. Әлемдік нарықпен пара-пар. Мысалы, ең көп мұнай шығаратын дамыған елдердің бірі Норвегия. Бірақ бензин ең қымбаты Норвегияда. Себебі оларға барлығына бірдей мүмкіндік беріп тұр ғой. Мысалы, Норвегияның мысалын айта кетейін осы жерде. 50 жыл бұрын Норвегия Европаның ең кедей елі болатын. Балық аулаумен айналысатын. 1972 жылы ең бірінші мұнай шыға бастады. Қазақстанда мұнай 1890 жылдар шықты негізі. Ал Норвегияда осыдан 50 жыл бұрын шықты. Ең кедей Европаның елі бола отыра, қазір дүниенің ең бай елі. Сонда мынандай саясат қабылдаған екен. Біз қанша дамысақ та, қанша бай болсақ та, бүкіл дүние жүзіндегі нарықпен бірдей өмір сүреміз. Сондықтан Норвегияда өмір өте қымбат. Сіздің тапқан табысыңыздың кемінде 50%-ын салыққа кетеді. Бензин ең қымбат, газ ең қымбат. Олар не деді? Біз ешқандай жаңағы субсидиямен айналыспаймыз. Бізде нарық заңдармен жұмыс істейміз деді. Сондықтан олардың ешкім негізі жәбір көрген жоқ негізі. Халқы да жағдайы жақсы, бірақ бүкіл басқа Европаның елдерімен де тепе-тең болды, Субсидиямен айналыспағанда олардың ішкі нарығын, ішкі бизнесін Европаның басқа елдері басып алған жоқ па? Норвегияны ма? Норвегияның өзінің жаңағы местное содержание бар, жергілікті дамыту. Ол заң өте қатал. Олар заңмен шешкен. Бірінші орында Норвегия компанияларына береді. Оны сұраған себебім, біз көп саланың субсидиясын мысалға теориялық тұрғыдан тоқтатсақ, кәсіпкерлеріміз рентабельностьқа шыға алмай, басқа көрші, мысалы, ресейлік кәсіпкерлер, поставщиктер, солар орнын басу мүмкін ғой, бізде қауіп бар ғой. Ондай қауіп бар, бірақ Норвегия елінде қалай болған? Олардың заңда бар, және петролиум акт дейді, бірінші мұнай кодексі 1970 сол қабылданған. Сол кезде шарт қойып тастаған. Біздің жергілікті компаниямен мамандар дайындайсыздар болды. Қазір Норвегиядағы өзінің жұмысшылардың үлесі шетелге қарағанда жоғары. Ұстап тұрды, 50%-ден төмен емес олардың. Сондықтан олардың заңдары басына қалай ұстанды, солай жүрді. Сондықтан ал бізде заң өзгере береді. Біз басына ұстаған саясатымыз, одан кейін ұстаған саясатымыз негізі заңды өзгерте беруде инвесторларға тиімсіз негізі. Ал Норвегияда басында инвесторлар ауыр келді заң, бірақ заңды өзгермеген көрді де, жарайды деді, сол заңмен жұмыс істеп жатыр. 50 жылда кеше ғана жаңалық шықты, Норвегияның ұлттық қоры таза 222 миллиард пайда көрген. Ол тіпті Арамкодан жаңағыда, Сауди Арамкодан да жоғары. Сондағы 18% пайда көрген. 1,8 триллион жаңа қорда ақша бар. 1,8 триллион. Ол қор 96 жыл. Тиіспейді ғой оны. Қордың құрылған 96 әлі 30 жыл болған жоқ.
Біздің қорымыз 2001-де құрылды. Мен одан кейін бір не жасағам, негізі бір анализ жасағам. Негізі егер біз қорымызда ақшаны олар бюджетке жұмсамайды ғой. Жұмсамасақ, біздің қазір қорымыз 500 миллиард болу керек екен, кемінде. Ал егер Норвегия сияқты акциялар қойсақ, 1 триллион болу керек екен. Олар не істеді? Бірінші бюджетке жұмсаған жоқ. Екіншіден, дүниенің жәндегі Мета, жәндегі Amazon, ең мықты компания акциясын алып алды да 1,8 триллионға жеткізді. Сондықтан 222 миллиард пайда көру деген біздің қорымыз қазір 4,5 миллиард тапқан екен процент. Ол 7,5%, 60 миллиард жобасында біздің әр қорымыз. Біздің қорымыз неге 77 миллиардқа жеткен 2014-те. Содан бері төмен түсіп келе жатып, енді тоқтатып, қайтып өсіре алмай жатырмыз. Ал Норвегия не істеді? Ешқашан ол өзінің ұлттық қоры, мысалы, жаңағы қоғамдық субсидияға жұмсаған жоқ. Бәріне бірдей не берді, шарт берді. Ойын жаңағы шарттары. Кім жұмыс істесе, сол көп табады. Сондықтан ешкім ол жерде, мен ойымша, жәбір көріп жатқан жоқ. Дүниедегі ең үлкен бай ел. Қараңызда, біз көп нәрсені мұнайға байлаймыз елімізде. Жалпы мұнайдан түскен табыс қайда кетіп жатыр? Оны халық қай жерде сезеді? Мысалы, кей кезде оны ешкім түсінбейді. Мұнайдан түскен ақшаның соған нақты барғанын, немесе мұнайдан түскен ақшаның бір нәрсе жасалғанын. Біз білеміз, қорға түседі ақша, бюджетке түседі ақша деп айтамыз. Жалпы халық қай жерде сезіну керек мұнайдан түскен ақшадан осындай бір нәрсе болған, немесе жалпы қайда кетіп жатыр деген сұрақ туындайды. Бізде 2024 жылы 27 триллион пайда көрді бюджет, 30 триллион жаратылды. Дефицит осы жерден келеді, 3 триллиондай дефицит бар. 27 триллионның қателеспесем 10-12 триллион арасында ол ұлттық қордан келеді. Ұлттық қордан басқа мұнай компаниялары республикалық бюджетке жібереді. Одан қалса жергілікті бюджетке жібереді. Сондықтан бұл жерде мұнайдың 27 триллионның жартысын деп алсақ болады, негізі мұнайдан келетін табыс. Бірақ біздің жаратуымыз 30 триллионда. 30 триллион жаңағы жаратылған ақшаның жартысы ол социальный направление дейді жәндегі қоғамдық. Ол пенсия, ол айлық, ол жобалар. Мысалы, жайлы мектеп дегеннің өзі қазір тікелей ұлттық қордан алып отқан ақшадан жасалып жатыр, негізі. 400-ге жуық мектеп салу, мысалы. Одан қалса жол салу. Сондықтан біздің қоғамдық бағытта бюджетіміздің жартысы мұнайдан келсе де, жартысы қоғамдық неге кетіп жатыр? Шығыстар кетіп жатыр. Бұл жақсы ма, жаман ба? Ол былай, бізде қалай айтсам болады, жаратуымыз табыстан көп болған кезде, көпке бармаймыз негізі. Ол дефицит өсе береді. Біз ұлттық қордан ақшаны алған, қол сұққаннан жалғастыра береміз. Екіншіден кредит тарта бастаймыз. Дамыған елдердің табысы көп, жарату аз. Енді ол адамнан алсақ болды ғой. Қарапайым мысалы. Қарапайым мысалы. Сіздің кредитіңіз көп, табысыз аз болса, өз көпке бармайсыз да. Ол жерде дұрыс жоспарда құра алмайсыз. Дұрыс есеп керек қой. Дұрыс есеп керек. Бұл жерде қаржылық сауаттылық мәселесі туындайды. Бір отбасының мысалынан, деңгейінен мемлекеттік деңгейге дейін. Демек, біз қаржылық тұрғыдан сауатсыз әрекеттерге барып жатқан сияқтымыз, себебі бізде үнемі жетіспей келе жатыр ақша. Ол жастарымызда да айдан анық қазір көрініп тұр. Өткенде бір жасалған бір не бар, жұмыс бар. Жастарымыздың 70-80% сол неге кіріп кеткен, кредитке кіріп кеткен. Оның 20-30% просрочен дейді. Сондай неде кірген, 90 күннен асқан. Жақсы емес негізі. Жастарымыз ондай. Біз негізі ол жастар емес, ол белгілі бір, қалай айтсам болады, әлеуметтік меншіксіз, сол адамдарда болу керек та. Ол біз жастарда сондай болса, ойлай беріңіз ары. Ең жаңағыдай жұмыс істейтін, ең табыс табатын уақытта, Өкінішті. Демек, негізгі мұнайдан түскен табыс сол бағытында, әлеуметтік бағытқа жұмсалып жатыр. Жаңағы жайлы мектептер шетелден қайтарылған қаржыларға салынып жатыр деген әңгіме бар еді. Ол қаншалықты рас? Өйткені қоғамда жайлы мектептерді шетелден қайтарылған, жаңағыдай заңсыз шығарылған активтерін қайтару есебінен салынып жатыр деп айтылады. Шетелден заңсыз қайтарылған активтерден жайлы мектептерді емес, менің ойымша ол жерде мектептердің ішкі жабдықтауына жұмсалып жатыр.
мектептердің жаңарту жұмыстары бар. Себебі жайлы мектептердің бюджеті аз емес. Бір мектеп салу мысалы қазір 11 миллиард теңге дейін барады. Ал бізде шетелден активтерді қайтару, Қазақстан халқына және қайтару, оның жаңағы несі мөлшер шектеулі. Жайлы мектептерді арналған бюджет, қателеспесем, ол енді ойлай беріңіз. 11 миллиард ең қымбат мектеп болса да, 5-6 миллиард есептеп есейтін болсақ, бір мектеп, соны 300-ге көбейтсеңіз, 400-ге көбейтсеңіз, 2 триллион ақша. Ал қайтару шетелден жәндегі ол 2 триллиондай ақша емес, бәлкім одан 10 есе бәлкім аз ақша. Сондықтан жайлы мектептерге ұлттық қордан негізі ақша бөлініп отыр. Ол негізі неде де жоспарда да солай болған басында. Түсінікті. Бағана біз жанармай бағасы туралы айттық, иә. Сол баға төмен болғандықтан ол салада да бір тежеу бар деген сияқты, иә. Неге былайша айтқанда баға олай қалыптасты? Себеп салдары және баға қаншалықты өсуі мүмкін? Соңғы ақпараттарға сүйенсек, баға биыл едәуір өсу жоспарланған. Жанармай бағасының, дизель отынның, иә, газдың, және ол аймамай бірнеше теңгеден қосылып отыруы мүмкін деген прогноз бар, иә. Иә. Негізі бұл біздің соңғы 30 жылдың несі ғой, саясаты, бағаны ұстап тұру. Тек қана жанармайда емес, су болсын, электр тоғы болсын, бүкіл салада бізде пияздың бағасына дейін біз бағаны ұстап тұрамыз. Ұстап тұру 30 жылдық жаңағы саясат. Біз жаңа айтамыз, кеңес дәуіріне кейін барып қалай тәуелсіздік алдық, нарық несіне көштік деп, экономикасы. Нарық экономикасы көшкен жоқпыз негізі. Нарық экономикасы көшсек, қазір бағалардың бәрі нарықтың талабына сай болатын еді. Сондықтан біз белгілі дәрежеде ұстап тұрдық, үйретіп алдық. Судың өзін сұрауы бар дейді ғой. Мысалы, судың өзін қазір біз арзан болған үшін су қадірін қатты біле бермейміз негізі. Егер мысалы шамалы Европада тұрып көрсеңіз, немесе Араб елдерінде тұрып көрсеңіз, белгілі бір жерде жаңа судың несі келеді ғой, квитанция келген кезде суды аз қолдана бастайсыз. Сол секілді әр жәндегі ресурстың өзінің құны бар, оның қадірі бар. Оны негізі 30 жылда біз шамалы болса да өсіріп тұрған кезде нарықтың бағасы болмаса да, нарықпен шамалы жақындатқан кезде біз қазір қиналмайтын едік. Біз ұстап тұрдық. Енді өсу келген кезде антиреакция болып жатыр да. Бірақ біздің қасымызда Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, Ресей, еш елде қасымыздағы, енді Түркменстанды алып тастауға болады. Себебі Түркменстанда ол экономика жаңағы нарықтық емес, басынан өздері айтқан, біз жабық экономикамыз. Ал біздің басқа жаңағы дүниенің 9-шы әлемде жері бола тұра, бізде қалай оны бақылауға аласыз деймін да. Бізде қазір серік поток дейді жәндегі, сыртқа кетіп отқан бензин көп, дизель көп. Неге? Себебі сыртта баға қымбат. Өзбекстанның өзінде, өзіңіз білесіз, таксистер келеді, жаңа бізде толтырып алады да, қайда алып кетеді машинасын. Неге? Оларда 400 теңге мысалы бензин бағасы. Сондықтан бұны контрольге алу мүмкін емес. Қазір мемлекеттің жалпы енді мораторий бітті. 2025-тен бері қабылданған саясаты бағаны шамалы болса да өсіріп отыру. Ай сайын болсын ба, білмеймін енді оның қандай неде болады. Ал негізі бензин жанармай бағасы қандай факторларға бағынышты, немесе неден құралады жанармайдың бағасы? Енді былай, бензиннің бағасы мұнайдың бағасына байланысты тікелей. Мысалы, біз мұнайдың бағасын қазір нарықтық бағасы $70 баррель болса, бензин бағасына бізге пара-пар келу үшін ішкі нарыққа оны $30 баррелін сатуға мәжбүр іштегі мұнай өндіретіндер. Яғни ол экспортқа шығара алады. Бірақ Министерство энергетики, энергетика министр әр мұнай өндіретін кәсіпорыннан 3 жаңа алпауыттан басқа, себебі олардың өзінің келісімдері басқа бүкіл мұнай өндіретін кәсіпорындарға мәжбүрлейді ішкі нарыққа мұнайын жөнелтуге. Арзан сатуға. Егер жөнелтпесе дефицит болады. Сондықтан бұл кәсіпорындар өзінің негізі жаңа ортада пайдасын жәндегі неғып отыр ғой, таба алмай, жарты мұнайын 2 есе аз баға ішке жөнелтуге мәжбүр. Бензин бағасын ұстап тұру үшін. Егер ол ішкі нарық түсінікті, иә, оның бірден бір шешу жолы жаңағыдай бағаның өсуі болып тұр ғой. Бірақ біз түсінуіміз керек, баға жанармай бағасы өскен кезде қоғамдағы енді логистика ғой ар жағында. Барлық нәрсенің құны өсейін деп тұр. Иә, ол эффект домино, ол бәріне әсер етеді. Үлкен тәуекелдерге алып келуі мүмкін екен. Ал егер мынандай жағдай болса, мұнай бағасы күрт төмендеп кетсе,
әлемдік нарықта. Жаңағы Трамп айтқанын жасаса, $40 дейін түссе, бізде басқа жоспар бар ма, план Б деген сияқты? Біз қалай ол жолдан қалай шығамыз? Ол кезде бізде дефицит қазіргіден де жоғары болады ғой. Иә. Енді оны біздің тарихи шешімдерге қарау керек. Мысалы, мұнайдың бағасы соңғы 15 жылда 3 рет төмен түсті. Ол 2008-де әлемдік қаржы дағдарысы, 2014-те мұнайдың бағасы төмен, 2020-да пандемия. Сол кезде мемлекет қандай жаңағы нелер қабылдады, шешімдер қабылдады. Негізі ол үшеуінде де бізде девальвация болды, егер қарайтын болсаңыз. Сондықтан бізде негізі мемлекетте альтернатива қазір жоқ деп ойлаймын. Альтернатива жоқ. Оның жаңағы жабудың бірінші жолы құнсыздандыру, өзіңіздің жәндегі негізі ұлттық қордан көбірек ақша алу. Ұлттық қордың ең көп ақша алған уақыттары сол уақыттарға келеді негізі. 2020-да ең рекорд алдында, пандемия уақытында. Себебі бізде айтқанымдай экономиканың жартысы табысы, егер сіз мұнайға тәуелді болатын болса, сіз қатты тәуелдісіз деген сөз. Альтернатива жоқ бізде. Норвегияда қалай істеген? Норвегияда 90% мысалы экспорт табысын мұнайдан табады. Бірақ оларда үлкен қор бар. 1,8 триллион деген сөз. Сіз 1 триллион ақшаңыз болса, негізі көп нәрсе ойланбайсыз. Подушка безопасности дейді ғой жәндегі. 1 триллионды сіз өзінің бюджетін, мысалы, егер олардың Норвегияны білмеймін бюджет қанша екен. Бірақ енді бізден 2 есе болса 100 миллиард әлі 10 жылға жететіндей несі бар да. Ал біздің бюджетіміз, мысалы, 30 триллион ақша жаратамыз да. 30 триллион деген сөз ол қанша? 6 миллиард доллар ма? 6 миллиард доллар. Бізде мұнай жәндегі ұлттық қорымызда 58 миллиард ақша, 60 миллиард деп алатын болсақ, бізде ол бітсе не болады? 10 жыл. 10 жыл ары кетсе. Бірақ мұнайдың бағасы төмен түссе, жаңағы зерттеулер бар, ғалымдардың жасаған. Біздің мұнай бағасы $30 төмен түссе, ол әрине ол осыдан бір 5 жыл бұрын жасалған ғылыми және жұмыс. Біздің мұнай ұлттық қорымыз 5 жылда бітеді деген не бар. Тіпті 10 жылға да жетпейді. Иә, неге? Себебі мына жерде сіздің дефицит пайда болады біріншіден, мұнай бағасынан төмен түскен. Екіншіден, сіздің бизнесіңіз, біздің Қазақстандағы бизнес, мердігерлердің көбісі мұнай кәсіпорындарда жұмыс істеп отыр. Олар мұнай кәсіпорындардан табыс төмен түскен кезде, олардың да объемдары төмен түседі. Олар төмен түссе, демек ол мұнай саласына байланысты кафе ашып отқандар бар, отель ашып отқандар бар, кәсіпорындар ашып отқандар, олар да зардап шегеді. Оларды сіз компенсировать етесіз. Олар да жұмыссыз қалады. Иә. Сондықтан ол мультипликативный эффекті ғой жәндегі. Жан-жақты әсерін береді. Ал біз өз құнын төмендететін мүмкіндігіміз бар ма біздің мұнай өндірісінде? Мұнай өндірісін ба? Иә. Жаңа технологиялар, бәлкім оптимизация жасау керек шығар, бәлкім адам санын қысқарту керек шығар, немесе тағы басқа. Енді нарықтық Америкада, мысалы Америка құрама штаттарында, оларда былай, мұнай төмен түссе қысқартулар пайда болады, бірақ плюсы бензин арзандайды. Олардың мұнай бағасына тікелей байланысты. Мұнай төмен түссе бензин арзандайды, бірақ жұмыс қысқартылу көбейеді, ал мұнай көбейсе жұмыс көбейеді, мұнайдың бағасы көбейеді. Бензин де қымбаттайды. Иә, нарық өз орнын алып келеді негізі бәрін. Бір жерде азайса, бір жерде көбейеді. Ал бізде бәрін бақылап отырмыз ғой, шектеп отырық. Мына жерде біреу кетті ма, оны қайдадан ручной дейді ғой, қолмен алып келіп басқасын дұрыстау керек болады да. Ал ол кешігесіз. Бізде мұнай арзандаса, бензин арзандамайды ғой. Мәселе сода ғой. Иә. Бензин соның шығады. Иә. Себебі оны бензин ешқашан арзандамайды. Себебі ол бастапқыда арзан еді ғой. Иә, бастапқыда арзан. Сондықтан. Демек, оптимизация жолдары қандай болуы мүмкін? Өз құнын түсіру жолдары. Негізі өз құнын төмен түсіру жолдары негізі нарықты контроль етпеу керек деп ойлаймын. Өз құнын түсіру ол кәсіпкерге байланысты. Әр кәсіпкер мұнайын өзін арзанға өндіріп, қымбатқа сатқысы келеді. Ол енді бизнес қой. Иә. Сіз де базарда отырсаңыз, табыс табу мақсатыңыз. Ал егер сізде конкурент және бәсеке пайда болса, онда егер сіз қатты көп пайда тауып жатсаңыз, бәсекеңіз келеді да, ол сізді бағаңызды төмен түсіреді. Сондықтан бұл нарыққа қалдырған дұрыс та. Ал бізде егер сіз шектеу қоятын болсаңыз, жарты мұнайын ішкі нарыққа жарты бағамен сатасыз десеңіз, онда ол жерде технология дамымайды негізі. Неге? Технология құн талап етеді. Сіз егер біліп отырсаңыз, нарықтың бағасы $70, мен 100% мұнайымды сатамын, онда мен оңғама қазам, жаңа технология алып келем, қалаған адамды ұстап тұрам, қалаған адамды қысқартам. Ондай мүмкіншілік жоқ бізде. Бәрін адам жәндегі жалдаған кезде оны контроль етесіз, мұнайдың ішкі нарыққа сататында контроль етесіз. Сондықтан бұл жерде құн төмен түсіру менің ойымша қиын. Әзірге қиын. Қиын, өйткені сіз бастан аяқ
бәрін бақылауға алып отырсыз. Оны бақылаудан отырсыз. шығарсаң әлеуметтік дүмпулер болуы мүмкін. Пайда болады. Енді ол 30 жылдап жиналып қалған. Қордаланған мәселе. Ал Норвегия қалай істеді, айтып отқаным сол ғой. Ол бастан жаңағы өте кедей болып тұрды ғой Еуропада. Содан жай үйретті да. Ол кезде келісу оңай еді. 50 жыл бойы үйретті. Ал біз қазір тойып алды да халық арзанға. Ал енді үйретіңіз. Енді ойлаңыз. Осы тұрғыда енді Қазақстан мына геосаясат әлемдік масштабта мұнай нарығында бір былайша салмақты ойыншы ретінде қарастырыла ма, әлде жай тек импортқа, экспортқа негізделген елдер ретінде қалып отыр ма? Дүние жүзінде 100 миллион баррель мұнай күніне шығады жобамен. Қазақстан оның 2 миллион баррелін шығарады. Сондықтан Қазақстан үлесі 2%. Дүниеде өнім. Енді Қазақстанның бірақ үлесі ол шығаратын елдер емес. Мысалы, Америка Құрама Штаттары 13 миллион баррель шығарса да, ол 13 миллион баррель өзі тұтынады. Сондықтан бұл жерде нарыққа әсер етілетін мұнайын артық сыртқа сатылатын елдер. Мысалы, Сауд Арабия 70% мұнайын сыртқа сатылады. Ресей 70% сыртқа сатылады. Қазақстан да 70% сатылады. Сондықтан экспорттайтын үлестен қарайтын болсақ, біздің үлесіміз 2%-ден жоғары, 3%, 4% арасында. Енді 3%, 4% қаншалықты әлемге нарығына әсер ете алады? Мысалы, мынандай бір не бар. Жылына егер бір ел дейді, жаңағы жоспарлағандан 500 миллион баррель нарыққа мұнай шығарылса, ол құнға әсер етеді дейді. Сондықтан Қазақстанда қазір, мысалы, теңіз жобасы қазір іске қосылып жатыр. Ол 200 мың баррель күніне шығарылатын жаңа жоба. Соның өзін қазір бақылауға алып отыр, себебі соның өзі әсер етеді. Енді ойлап отырсаңыз, 200 миллион баррель тұтыну кеп тұр ғой. Шамалы көп болса, бағаға әсер етіп отыр да, тікелей. Сондықтан бұл жерде әсер ету, мен ойымша Қазақстанның мұнай әсер етеді. Бірақ қатты әсер ететін біз неміз күшіміз жоқ. Сауд Арабия бір күнде, мен ойымша, $60 төмен түсіре алады. Себебі оларда 2-3 миллион күніне Қазақстан секілді бір елдің мұнайын шығарылатындай күш бар. Демек, геосаясатта дегенмен біздің үлесіміз, позициямыз әлі бар, бірақ андай айтарлықтай қатты емес негізі. Біз мысалы 2 миллион баррель болса, 2,05 миллион баррель күніне мысалы шамалы көбейтуге шамамыз бар дегендей. 2,1 сондай. Экологиялық мәселелерге кішкене тоқталсақ. Мұнай өндіріліп жатыр, зауыттар жұмысын атқарып жатыр, иә. Енді кез келген фабрика, зауытта оның бір қоршаған ортаға зияны болады, ондай факторлар бар, иә. Біздегі жағдай қалай? Талаптар сақталып жатыр ма экологиялық тұрғыдан? Әлемдік талаптарға саймыз ба, және ішкі өзіміздің контроль бар ма? Қазіргі біздің заңдар экология бойынша қатаң болды. Жаңағы жылдан жылға не болып келе жатыр? Қалай айтсам болады, жақсарып келе жатыр. Мысалы, 30 жылдан бұрын қарайтын болсақ, газды біз сыртқа көп жағатын ауаға. Себебі оның заңда қарастырылмаған, немесе штраф аз болатын. Қазір газды жағу үлкен штрафқа алып келген үшін газды қазір барынша өңдеуге тырысады. Немесе оны электр тоғын шығаруға тырысады, немесе оны жергілікті халыққа жібергенге тиын болса да, жіберуге оларға тиімді, неге? Штраф төлеу одан да қымбат. Мысалы, мұнай жаңағы қазіргі апаттар бар. Оларға үлкен штрафтар қарастырылған. Сосын біздің қазіргі өзіміздің Қазақстанның алған өзінің несі бар? Жауапкершілігі бар 2060 жылы нейтралды жөніндегі карбоны нейтральный жөніндегі көмір жөніндегі қышқыл газдарын шығарудан жөніндегі азайтуға өзіміздің белгілі бар. Ол белгілі неде жасалып жатыр. Сондықтан ол жерде де бізге заңдарға өзгерістер еніп жатыр. Ол ене береді. Сондықтан мысалы көмірге жататын жылу орталықтар бар. Біз 70% тоғымыз сол жерден келеді. Көмір тетістері мысалы 2040-тан бастап инвестиция құймау деген не болған жоспарда. Ол не деген сөз? Демек біз ауаны ластайтын жаңағы улы газдарды азайту. Сондықтан бұл жоспарлы түрде келе жатыр. 2060-ға дейін біз негізі толықтай азайтуымыз керек. Ол енді жалпы планетаның масштабындағы мәселеге атсалысу. Себебі Париж 2015-те болған жаңағы келісімге Қазақстан өзінің жаңағы ішіне кірді, клубқа, соның өзінің елерін алды, белгілі бір дәрежеде. Одан күні кеше ақш шығып кетті. Шығамыз деді, ресми түрде шықты ма білмеймін әлі. Енді 2016-та Трамп келгенде шығып кеткен негізі. Байден келді, қайтып қосылған. Енді Трамп қайтадан келіп, қайтадан шығайын деп жатыр. Ол енді әр президенттің еншісіндегі нәрсе. Енді Американың несі енді. Бірақ ол қатты әсер етіп жатыр, себебі Америка ол жерде ең көп
улы газ шығаратын елдердің бірі негізі. Сондықтан Америкаға тікелей тиімсіз жаңағы баламалы энергетикаға өту. Себебі дүниеде ең көп энергияны қолданатын адам басына Америка негізі. Ал ең көп улайтын да адам басына Америка араларында. Онға кіреді алғашқы. Сондықтан Америкаға тікелей ол әсер етеді экономикасына. Ал мұнайға сұраныстың төмендеген жағдайда, мәселен, біз бағана жартылай жауап бердік бұл сұраққа. Мұнайға сұраныс төмендеген жағдайда біз қалай әсер етеміз, бізге қандай әсер етеді және біз не істеуіміз керек? Мұнайға сұраныс азайған кезде, ұсыныс көбейген кезде мұнайдың бағасы төмен түседі. Оған біз әртараптандыру қазіргі жүріп жатқан саясатты жалғастыруымыз керек бизнесте. Кіші орта бизнесті көбейту керек. Бізде өндірісті көбейту керек. Ауыл шаруашылық негізі ашылмаған ең үлкен потенциал. Адам басына шаққан, мысалы біз дүние жүзінде 28-29 орында болсақ, егер егін егетін алаңнан, адам басына шаққанда біз бірінші орындамыз негізі. Дүниеде егін егетін бос жер аз, құнарлы жерлердің бірі. Сол бір үлкен бағыт негізі. Қытайдың өзі мысалы 70 миллион гектар жері болса да адам басына шаққан кезде бізден төмен. Сондықтан бұл үлкен біздегі потенциал. Адамдар табиғи өнімге көшіп жатыр, ол өсе береді. Біз соның мысалы алғашқы 5-10 еліне кіре аламыз негізі агро. Сондықтан мұнайдан келген табысты барынша ауыл шаруашылығына, біздің потенциал егіншілікке, өндіріс бізде бәлкім көп бола қоймайды. Себебі біздің қасымызда Қытай алпауыты бар. Қалаған тауарымызды арзан бағаға шығарып жатыр. Миллиондаған бүкіл дүние жүзіне шығарып жатыр да. Біз жарысуымыз қиын. Біз өзіміздің нишамызды табу керек қой. Әрбір бизнесте өзіміздің орнымызды табуымыз керек та. Мен өз ойым, әлі де ойлаймын, біз ауыл шаруашылығын барынша егіншілік, ауыл шаруашылығын дамыту керек деп ойлаймын. Дамытып жатыр, бірақ осы бағытты барынша меніңше асықтыру керек деп ойлаймын. Себебі мұнай дәуірі бітеді, қаласақ та, қаламасақ та. Эмират елі, Сауд Арабия не істеп жатыр? Олар туризммен негізі тартып жатыр. Сосын зәулім үйлер салып, жәндегі жылжымайтын мүлікке адамдар тартып жатыр. Қолайлы жағдайлар жасап жатыр бизнеске. Олардың да несі бар, жоспарында мұнай дәуірі бітеді, соған дайындалып жатыр. Ол жаңағы өткенде Сауд Арабиясының несін айтқан несі бар, басындағы кісі. Келешек жаңағы дәуір дейді, Европа енді осы жерде болады дейді, араб елдерінде болады дейді. Европадағы мысалы Германия, Франция деп кезінде аты шулы келді қанша жылдар бойы. Енді оның атауы Сауд Арабия, Катар, Эмиратқа өзгереді дейді. Әлем орталығы. Әлем орталығы болады дейді. Ол рас, егер қазіргі олардың ақша құйып жатқан, дамытып жатқан бағыты ары қарай жалғаса берсе, олар дүниедегі ең дамыған елдердің арасына кіреді, солай өздерін тарта береді. Дүниеге ең мықты қазір аэропорттарда сол жақта ғой, мысалы, тамсанады бәрі, мысалы. Ал Европа кәрі құрлық ескеріп жатыр. Жалпы біздің энергетика саламыз қауіпсіз деп айтуға бола ма? Елдің энергетика саласы. Оның ішінде жаңағы мұнай газ саласы бар, басқа балама түрлері бар. Негізі мұнай газ саласынан мен қауіпті жылу орталығынан көретін едім. Біздің күнделікті жылытып отқан үйлерімізді, жылы су әкеліп отқан ол жылу орталықтары. Біздің 70% тоғымыз көмірден жағатын жылу орталықтан, тәтістерден. Ал олардың 70% тозығы жеткен дейді, 70%-ға. Көбісі сол кеңес одағы кезінде салынған жылу орталықтары. Қазір жаңартылып жатыр, жаңалар салынып жатыр. Бірақ мен ойымша осы мысалы кезінде біз Екібастұзды көрдік та, қала жылусыз қалды, тоқсыз қалды мысалы да. Қыстың өзінде рейдтері бар мысалы. Қазір Кентауда да сондай мәселе болды. Бұл көбейе береді. Неге? Қазандықтар ескірген, жылу орталықтар ескірген, инвестиция құйылмаған, себебі тарифтер арзан, ақша жетіспейді. Осы проблеманы шешілмесе, мен ойымша ең бірінші проблема энергетика, ол электр тоғы, ол жылу су, осыларға көңіл бөлген көбірек дұрыс деп ойлаймын. Жаңарту керек, жаңа жолдарын іздеу керек. Біз осы салада енді мынау орталық Азияда барынша лидер болуға тырысамыз. Энергетикалық тұрғыдан біз орталық бір хабқа айнала алдық па, айнала аламыз ба? Және біздің негізгі бәсекелестеріміз кім? Енді бізде қазір көп мысал ретінде Өзбекстанды алады. Өзбекстан бізден қатты дамып жатыр. Өзбекстанның мәселесіне келетін болсақ, біз Өзбекстанда қазір 38-40 миллионға жақындап қалды. Халық саны бізден 2 есе көп. Және халықтың өсуі бізден пайыз ретінде де 2 есе көп. Бізден ол өсе береді халқы. Ең үлкен ресурсы олардың халқы саны. Өзбекстанның бірақ энергетика қарайтын болсақ, 85% тоғы ол газдан шығады.
Ал қазір газ өнімі олар төмен түсіп жатыр. 2022-ден бері төмен түсіп жатыр. Қазір Ресейден алып жатыр. Жылына миллиардтаған долларды Ресейге газ алқы қамтамасыз етіп жатыр. Ол жалғаса береді. Себебі 85% өнеркәсіп тоқтың шығуы газға байланысты. Сондықтан энергетика жағынан олар уязвимый дейді ол жердегі. Яғни ол өзінің энергетика жағынан өзінің тәуелсіз қалмаған ел, ол дами алмайды дұрыс. Сондықтан Қазақстан бұл жерде жақсы позицияда. Себебі бізде өзіміздің көміріміз бар, көміріміздің арзан, біздің 70% біздің жыл орталықтар көмірмен жұмыс істейді. Одан қалса 20% біздің газбен істейді. Газы біздің өзімізден шығады, бірақ қазір тапшылыққа байланысты біз қазір ресейден алуға мәжбүрміз. Қазір енді дилемма болып тұр. Газды ары қарай ресейден ала береміз бе, әлде өз газымызды дамытамыз ба? Мен бұрыннан бері айтып кеткен нәрсем, өз газымызды өзіміз қымбат болса да шығаруымыз керек. Себебі Еуропа секілді Ресейге тәуелді болып қалу газға жақсы емес негізі. Қазір Ресей газын арзан беруі мүмкін, 10 жылдан кейін барып бағасын көтерсе қайда барасыз? Мысалы, ештеңе дамымаған. Ештеңе дамымайды. Өз газымызды өзін өлтіріп тастаймыз, мысалы. Мен ойымша қымбат болса да, Норвегия болсын, Бразилия болсын, үлкен елдер, олар өз жаңа кен орнын өздері орындайды, өздерінің компаниялары. Өз елін өзі қамтамасыз етеді де, сыртқа қалғанын сатады. Сондай болуымыз керек. Біз газды Өзбекстанға Ресей емес, біз сатуымыз керек негізі. Біз газды көп сатты. Қырғызстан да тәуелді, ресурс жоқ, газ да жоқ, көмір де жоқ. Сол Тәжікстанда сол гидроэнергетика қазір төмен түсіп жатыр, су азайып жатыр. Оларда гидроэнергиямен келді, бірақ гидроэнергия жоспары бойынша ол азая береді, судың азаю бойынша дүние жүзінде құрғақшылық, қуаңшылық бар қазір. Сондықтан осыны пайдалану керек. Қытайға мұнай өнім сату керек, мұнай химиясын сату керек. Дайын. Ал Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстанға біз энергетика тоғын сатуымыз керек. Сондықтан қолдану керек. Газымыз бар, неге қолданбасқа? Ресурс жетеді бізде. Абзал мырза, енді жалпы осы сарапшы ретінде өзіңіздің негізгі миссияңызды қалай көресіз? Енді жасым осы жылы 40-қа таяп қалды, келеді. Сондықтан мен миссиямда 20-дан 30-ға дейін білім алдық шетелде. Францияда оқыдым, Ресейде оқыдым, Түркияда оқыдым, Швейцария университетінде оқыдым. 30-дан 40-қа дейін үлкен алпауыт компаниялар жұмыс істедім. Итальяндық, француздық, ұлттық компаниялар жұмыс істедім. Кәдімгі мұнай полевой инженер, содан бастап офис, кәдімгі қорларға жауап беретін лауазымға дейін жеттім. Енді қазіргі жоспарым 40-тан ары қарай енді 50 деп айтсам болады. Қазір өзімнің жеке 3 жыл болды, компаниямды аштым. Сол бағытта мұнай қорын есептейтін дүниежүзілік стандарттармен бағытта жұмыс істейміз. Сосын аналитика, жаңа егіншілік, логистика, білім саласы, құрылыс саласында аналитика жасаймыз. 2 бағытта. Одан қалса осындай уақытым болған кезде барынша эфирлерге сіз секілді подкасттарға келіп, өз ойымды бөлісуге тырысып жатырмын. Бұл салада сосын сабақ беру университеттерде оны қолға алып жатырмын. Бұл бір қалай айтсам болады, өзімнің жаңағы не бере алатын нем деп ойлаймын. Осы күнге дейін оқыдық, тоқыдық, жаңағы жұмысты көрдік, табысты көрдік. Енді елге қызмет арқылы не бере аламын? Ол осыған жинаған біліммен бөлісе аламын, тәжірибемен бөлісе аламын. Осындай подкасттарға шақырған кезде барынша ойымды жеткізуге тырысамын, пайдам болады деген үмітпен. Осыны жалғастыру 10 жылда ары қарай көреміз. Жақсы, рахмет. Бүгін жік-жігіне бөліп тамаша барлығын айтып бердіңіз. Көп рахмет, көп сұраққа жауап алдық. Мен ойымша көрермендер де өзіне керек ақпаратты алды деп ойлаймын. Қадірменді көрермен, тақырыпқа байланысты, салаға байланысты пікір сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, ой пікірлеріңізді бөлісіп отырыңыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар.